Ұят, тағы да ұят. Еліміздегі инфо-цыгандардың негізгі спонсорына айналған Вава да енді орамалдағы блогерлерге көшкен секілді. Қараңыздар, Асенат деп аталатын блогер ашықтан ашық онлайн казиноны жарнамалап отыр. Тек қана өзіне ғана емес, исламға да, пәк мұсылман дініне де зиян келтіретінін біле ме екен? Қараңыздаршы осы видеоны. Так, на Вавада сайтында Гатес Олимпуста екеселендіріп ойын шығарып жатқан жандар бар екен. Қазір көреміз. Мендегі Асенат промокодымен кіріп көруге болады. Орамалды блогер, Хадия дүкені, Асенат Болатқызы және Вавада. Ештеңені шатастырып алған жоқпыз ба, құрметті оқырмандар? Қалай сонда орамал және онлайн казино түсінуге миым жетпей отыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге жазып кетіңіздер. Бұны жарияламасқа болмады, себебі жалғыз ғана Асенат емес, осыдан басқа да блогерлер осыны ақша үшін, оның ішінде тырнақшаның ішінде тек харам ақша үшін жарнама жасап табыс табуда. Одан кейін платформасына кіретін болсаңыз, кәдімгі онлайн казино, Инстаграм парақшасын қарасаңыз, кәдімгі орамал таққан діни уағыз айтатын келіншек. Түсінбейміз, бұл сонда қалай болғаны? Харам мен халалды ажырата алмайтын заман келеді деген сол ақыреттің түрі осы ма? Асенат қарындасымызға ескертеміз, құрметті Асенат ханым, бұл өте сіздің тарапыңыздан жасалған үлкен қате. Есіңізді жиыңыз, тәубеге келіңіз деп біз де сізге уағыз насихат айтқымыз келеді. Себебі бізде парақшаңызда оқырмандарыңызға уағыз насихат айтып, сторисіңізді Вавадан жарнамалайсыз. Бұны қалай түсінеміз? Оқырмандарға қалдырайық. Біз ойынында біршама науқан болып жатыр. Мысалы қараңыздар, сіздерде Дилека, Дилбар деп аталады. Тағы да орамалды келіншек. Мынау Асенаттан құтыламыз ба десек, тағы да бір орамалдың құнын кетіріп жүрген Дилбар шықты. Дилека астыңғысы С. Қыздар, сіздерге не болған? Ұялмайсыздар ма? Ағаларыңыз бар ма? Тіпті қарасам, парақшаларыңызда күйеулеріңіз де бар. Адал мен арамды ажырата алмайтын заманға тағы да кеп қалдық па, құрметті оқырмандар? Бұны қалай түсінеміз? Иә, түсінеміз, енді түрлі пікірлер бар, алып қашпа әңгімелер бар, бірақ та Дилбар және Асенат. Бұл әрекеттеріңізді дереу тыймасаңыздар, құзырлы органдар тарапынан да, жалпы мұсылмандар діни басқармасында жүгінуге мәжбүрміз. Басқа амал бар ма? Елімізді қаптаған лудомания дертіне шалдықтырып атқан мынау инфо-цыган, луда цыгандардан қалып, енді сіздер қалдыңыздар ма орамалды келіншектер? Ұят қайда?